Сәлем достар, бүгін бізде JavaScript бойынша бірінші сабақ. Біз HTML-ді үйреніп шықтық, енді JavaScript-ке көше берсек болады. Енді JavaScript дегеніміз қандай тіл? Жалпы JavaScript тілі өте үлкен тіл және үйренуге оңай тіл. Енді JavaScript тілі онымен не жасауға болады? Енді JavaScript тілімен көптеген нәрселер жасауға болады. Мысалы, сайтымызға түрлі заттар қосуымызға болады, және де браузерге арналған ойындар жасауға болады. Мысалға ала кетсек, браузерде Flappy Bird деген ойын болған, өте танымал ойын болды кезінде. Сондай браузерге арналған ойындар JavaScript-пен жазылған. Енді JavaScript-те ойындар өте көп, браузерге арналған оны жасауға болады, жасауға да JavaScript тілімен. Және тағы да басқа не жасауға болады? Және JavaScript тілімен жаңағыдай десктопный приложение дейміз. Мына рабочий столға арналған программалар жазуымызға болады. Оны жазу үшін Node.js, MVJS, React.js, тағы да басқа платформалармен осы JavaScript арқылы десктопный приложение істеуге болады. Енді біздер JavaScript тілін үйренуге бастаймыз. Бір папка ашып қойық. Осының ішіне index.html файлын жасаймыз. Index.html жалпы JavaScript кодтың барлығын осы HTML-дің ішіне жазамыз. Себебі ол JavaScript осы HTML арқылы браузердің бетінде көрініп тұрады. Осылай істедік. Егер де сіздерде мына жерде создать документ деп текстовый документ басқан кезде артында txt деген көрінбей тұрса, онда сіз мынаны жасауыңыз керек. Егер сізде Windows 10 болса, мына жерде расширение имен файлов деген птичка басылмай тұрады. Міне осындай болып тұрады. Егер осындай болып тұрса, мынаны алып тастаймыз. Егер Windows 7 болса, осы төбелерден параметр деген тауып, вид дәл осындай болады. Сосын мына жерде скрывать расширение для зарегистрированных типов файлов деген бар. Осыдан птичка осылай тұрса, осыны алып тастаймыз. Сонда осылай аттарын өзгерте беруімізге болады типінің. Енді осыны brackets жалпы текстовый редактормен ашамыз. Мен brackets деген редактор қолданамын. Өздеріңіз басқа немен қолдана беруіңізге болады, немесе осы редактормен. Ал енді бізде алғашқы index.html жаңағы JavaScript жасайтын жеріміз ашылды. JavaScript код жазатын жеріміз. Бірінші біз стандартный HTML-дің кодын жазып шығамыз. Одан кейін body. Енді мына жерге біздер метод тег жазып кетейік. UTF-8. Сосын енді title жазып кетсек те болады. Енді біздер осы body тегінің ішіне JavaScript кодымызды жазамыз. Жалпы осы HTML-дің ішіне JavaScript жазған кезде біздер script тегін қолданамыз. Осы body'дің ішінде script тегін. Және де скриптің ішіне атрибут жазамыз, оны type атрибуты және текст JavaScript осылай. Енді осының ішіне бізде JavaScript жаңа кодтарымыз жаза берсек болады. Біз қазір бірінші JavaScript кодын жазамыз. Ол текст немесе басқа да заттар жазуға арналған document.write деген. Осылай жақша ашамыз, сосын осындай тырнақшаның ішіне бір текст жазамыз. Нұрдаулет дейміз қазір. Артында міндетті нүктелі үтір қоямыз. Осылай жаздық. Енді осыны браузер арқылы ашамыз. Бізде JavaScript арқылы жазылған Нұрдаулет деген текст шықты. Біз қазір Нұрдаулет деп жаздық.
мынаның ішіне құр текст емес, қалаған заттар жазуға болады. Келесі сабақтарда айнымалыны үйренетін боламыз. Сол кезде де айнымалы түрлі заттар осы документ проекттің ішіне жазылады. Экранға жазулар шығару үшін осы документ проект қолданылады. Ал енді біздер қазір мен сіздерге тағы бір не көрсетем. Біз жалпы HTML-дің ішіне осылай жазып отқан тиімсіз бізге. JavaScript код өте ұзын болуы мүмкін. Сондықтан біздер бұны CSS сияқты басқа файлға жалғап, HTML-дің тұрған жеріне жасауымызға болады. Оны жасау үшін біздер HTML кодтың ішінде тұрып, осы жерде жазған скрипт деген ішіне CRK, source деген CRK, қысқаша CRK деп жазамыз. Содан кейін бір мына папкамыздың ішінен бір файл істейміз, содан JavaScript файл жасаймыз. Оның атын мен script.js деп қоям. Енді дәл осындай script.js деген файл жасауымыз керек. Ол үшін текстті документ script.txt-ді алып тастап js дейміз. Болды. Бізде JavaScript файл дайын. Енді осы документ write-ті алып кетіп тастаймыз, сосын мына жерге қосамыз. Енді не болады? Ештеңе өзгермейді. Жаңағы мен мына жерде текст өзгерткен болатынмын. Алдым, сосын мына жерге қойдым. TheBrain.kz. Міне. Бізде уже көрсетіп тұр жалпы JavaScript файл. Енді осы белгілеп кеткен жерімізді былай қойып, ішіне ешзат жазбай-ақ, осы script.js-тің ішіне жазуымызға болады. Дәл солай, осылай 5-6 тағын қосуымызға болады. Міне. Бізде JavaScript арасын ашу үшін қазір қатар-қатар қоям мен. Оны жазу үшін біздер HTML-дегі кәдімгі BR деген қолданамыз. BR. Солай арасын ашамыз қазір. Қатар-қатар қоямыз міне. TheBrain.kz, осылай. Осылайына жаттар жаза беруіміз болады. Ал егер бұны мына жерге әкеліп қойсақ, себебі бұл жерде біз CRK арқылы JavaScript файлға жолын көрсетіп қойдық. Енді біздер достар мына жерге тағы да текстін өзгертейік. Осылай міне осылай бізде жалпы JavaScript-тің бірінші сабағы аяқталды. Келесі сабақта JavaScript-тен өте қызық сабақтар болады. Енді достар осы видео ұнаса лайк басамыз, комментарий қалдырамыз және каналға жазамыз.